Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менімен бірге өте оңай жасалатын картошка пирожныйын жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте қарапайым, тез жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: какао, сары май, сгущенка және печенье. Ең алдымен дайындап қойған 500 грамм печеньені үгітіп аламыз. Блендермен үгітеміз. Блендер жоқ болатын болса, салафанға салып үгітіп алсаңыздар болады. Қажетті заттарды видеоның астына қалдыратын боламын. Сол жерден қарап алып жасасаңыздар болады. Үгітіп болғаннан кейін үстіне какао қосатын боламыз және ерітілген сары майды қосамыз. Сары май кішкене жылырақ болған дұрыс. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сгущенкамызды қосамыз және тағы да біраз араластыратын боламыз. Қалауыңызша ішіне банан, жаңғақ немесе мейіз дәндер қоссаңыздар болады. Араластырып болдық. Енді жасап формаға келтіретін боламыз. Ең бастысы жасаған кезде бірігуі керек. Картошка формасына келтіретін боламыз. Сопақ шағып жасасаңыздар болады, немесе дөңгелек қылып та жасауға болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей осылай оп-оңай жасалады. Үстіне әдемілік үшін какао сеуіп, жаңғақ қойсаңыздар болады. Біздің картошка десертіміз дайын. Үстін жаңғақпен әсемдеп шықтым, бірақ бұл міндетті емес, өз қалауыңыз бойынша. Байқасаңыздар 5-10 минутта ғана дайын болады. Бұл десертті балалар өте жақсы көріп жейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, пікір қалдырып, тіркеліп, менің каналымның дамуына үлес қоссаңыздар деймін. Баршаңызға көп алғысымды білдіремін.